Бүгінгі шығарылым осы асқабақ дәнін көп тұтынған адамның организмде қандай өзгерістер болатыны туралы айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер, қызықты, пайдалы болады. Айтпақшы достар, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар. Нақтырақ айтқанда, қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыры, сүт безі, тік ішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан, қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растап отыр. Жүрекке пайдасы: қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береді. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруынан айықтырады. Буын ауруынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Керемет емдік қасиетке ие дән буынды түрлі дерттен сақтайды. Құрамы кальций, магний және мырыш элементіне бай асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сондықтан да остеопороз ауруын алдын алғыңыз келсе, немесе сүйектің сынуын сақтағыңыз келсе, онда күнделікті тамақтың алдында асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, әшіні, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінде кереметте пайдасы бар екенін ұмытпаған жөн. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келуіне көмегін тигізеді. Ішектегі құрттан арылу үшін арнайы дәрі-дәрмек ішсек болады, дәрігерлердің берген дәрісімен. Ал алдын алу шарасы ретінде асқабақ дәнінің жиі тұтынсаңыз болады. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин аминақышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыламыз. Етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды, гормоналдық өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өткізгіңіз келсе, онда құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде де әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терлейді, көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтан бірден-бір емі асқабақ дәні екенін естен шығармаңыз. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзада серотонин атты бақыт гормоны жақсы бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан аминақышқылы сізге сергектік сыйлайды, жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Диетологтар мамандары айтуынша, 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңізді керемет көтереді дейді. Сіздерге пайдалы ақпарат: біз асқабақ дәнін қуырып жейтін болсақ, сөз жоқ дәмді тағамға айналады. Пайдалы қасиеттерін жоғалтып алады. Қуырып жегенше кептіріп жеген пайдалы. Құрметті менің оқырмандарым, осындай пайдалы ақпараттарымды бірінші болып көріңіз келсе, менің YouTube арнама тіркеліп, жанда тұрған қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеоларымды бірінші болып көресіздер.